Қонақ күтуді өте жақсы көретін Ибрахим пайғамбарға бір апта бойы ешкім келмейді. Жан-жақтан қонақ іздейді. Ақырында қырдан ақ сақалды қарт адамды көреді. Қарияның жағдайын сұрайды. Ей жолаушы, жүр, бүгін тамақты біздің үйден ішейік дейді. Ибрахим пайғамбар мен оның адамдары ол қарияны жылы шыраймен қарсы алады. Тамақ ішерде барлығы бисмилля дейді. Бірақ ол қарт айтпайды. Сонда Ибрахим пайғамбар: ей көп жасаған қария, қарттар дініне берік болады дейді. Тамақ ішуді бастаған кезде хақ тағаланың есімін айту керек емес пе дейді Ибрахим алейхиссалам әлгі қарт кісіге. Әлгі қарт кісі: отқа табынатын пірімнің мұндай сөз айтқанын естіген емеспін дейді. Ибрахим пайғамбар не істерін білмей ойлана бастайды. Аллахқа сенбейтін адамға тамақ беру дұрыс па? Осы нәрсе уайым қылады. Ақырында бұндай адаммен бір дастарханда отыру дұрыс емес деп табады. Яғни дұрыс емес деген шешімге келеді. Бұл кезде қария да тұрып кетеді. Осы кезде хақ тағала Жәбірейіл алейхиссаламды Ибрахим пайғамбарға жібереді. Ей Ибрахим, мен ол қартты кәпір болуына қарамай 100 жылдан бері өмір сүргізіп, ризығын, тұзын беріп келемін. Сен одан бір табақ тамағыңды аядың. Содан кейін Ибрахим пайғамбар дереу қарияның артынан жүгіріп барып: қайтадан дастарханға келіңіз, жасаған қылығымды кешіріңіз дейді. Әлгі қарт: неге кешірім сұрайсың дейді қария. Бұл әрекетіме байланысты хақ тағала маған уахи жіберіп айыптады. Қарияға бұл қатты әсер етеді. Бұл қандай ұлы тәңір дейді. Мен сияқты өзіне 100 жыл бойы қарсы келген бір адам үшін пайғамбарына ескерту жасайды. Бұл қандай жақсы дін деп таңырқайды. Соңында: ей Ибрахим, мен де сенің дініңе кіргім келеді деп мұсылмандықты қабылдаған еді.